Қайырлы күн, достар. Бүгін біз дәмі ерекше, дәмді, нағыз балалық шақтың дәмі муравейник дайындайтын боламыз. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Алдымен електен өткізілген ұнға қопсытқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Жұмыртқа және қаймақ, ерітілген сары май, тұз және қантты қосып, жақсылап араластырып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырды кемінде 1 сағатқа тоңазытқышқа алып қоятын боламыз. Оған дейін біз кремін дайындайтын боламыз. Ерітілген майға қойытылған сүтімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Тоңазытқыштан шыққан қамырды осылай үккіштен өткізіп, пеште 180 градуста қызарғанша пісіретін боламыз. Мінекей осылай әдемі болып қызарды. Дайын болған қамырымызды таза ыдысқа салып, қолымызбен үгітеміз. Үгітілген қамырға жаңаға дайындап алған кремімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Және де өзіміз қалаған формада ыдысымызға жайғастыратын боламыз. Мінекей қыздар, муравейнигіміз дайын болып қалды. Дайындап көруге кеңес беремін. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақбота.